Başlayalım. Құрметті оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз бізде зертханалық жұмыс тең үдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін анықтауы. Бұл сабақтың негізгі мақсаты балалар тең үдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін эксперименттен тәжірибе жүзінде дәлелдейсіздер. Формулалар арқылы үдеудің орташа мәнін анықтайсыздар және графигін тұрғызасыздар. Енді оны анықтау үшін біз не істейміз? Тең үдемелі қозғалыс кезінде қандай шама бірдей болушы еді балалар? Бірдей уақыт аралығында жылдамдық бірдей. Тең үдемелі үдеу үшін ең алдымен үдеуді есімізге түсіріп алайық, иә? Үдеу. Орташа мәнін анықтайды. Оның үшін А1, А2 деп кетесіздер, иә? Ол үшін үдеу дегеніміз не еді? Әмет, айта ғой. Ол белгілі оның белгілі тұрға қатынасы. Иә, жылдамдықтың үдеудің шапшаңдығын сипаттайтын шама деп айтатынбыз. Енді қазір біз тең үдемелі қозғалыс деп тұрғаннан кейін бастапқы жылдамдықсыз жүрген шардың несін анықтаймыз? Үдеуін анықтаймыз, иә? Ол үшін бізге не керек? Кинематиканың негізі теңдеуі керек. Қандай айта қойыңдар? Нөлді қосылған арты квадрат бөлінген 2. Мынау 0. 0 болып тұр, иә? Есті табу үшін арты квадрат бөлінген 2. Ал мынадан үдеуді табу үшін не істейді? 2s бөлінген п квадрат. Ол ең негізгі формула болу керек. Сіздерде мынандай кесте болады. Бірінші биіктікпен бірінші жарастар. Мынау биіктігі, мынау шардың жүріп өткен жолы, мынау саны. Шар неше тұрып болады. Әр уақытта метрмен өлшеп аласыздар. Орташасын мән анықтайсыздар. Әрбір үдеуді тапқаннан кейін орташа үдеуді қайтеміз? Анықтаймыз. Оған ең қорытындыға келеміз? Жазамыз. Бір қатар қол есептейсіздер. Келесі үшінші қатар Excel формасында, е? Жақсы. Тең үдемелі қозғалыс кезіндегі орналастырудың және жылдамдықтың уақытқа тәуелсіздік графиктерін тұрғызу және оларды түсіндіру. Бізде биіктігі 15. Анықтау үшін біз Excel программасымен бәрін есептеп шықтық. Ол үшін біз осы формулаларды қолдандық. Мына жерге бізге керек формулалар бәрін жазып шықтық. Үдеудің орташа мәнін, үдеу абсолютті қателіктің орташа мәнімен салыстырмалы қателікті формулаларын жаздық. Бізге берілген уақыт арақашықтық осыны арқылы біз
өдеудің орташа мәнін абсолют қателік пен абсолюттік қателік орташа мәнмен салыстырмалы қателікті таптық. Салыстырмалы қателік бізде 5% болып шықты. Абсолют қателік 0,117 болып шықты. Қорытындылай келсек, зертханалық жұмыстың мақсаты орындалды. Көлбен ұғымымен қозғалған шардың үдеуін анықтадық, және шардың тепе-теңдігі, шардың үдеуінің тепе-теңдігі 0-ге тең болды. Үдеудің орташа мәні 2 екені бізге белгілі болды. Енді біз бүгін виртуалдық тәжірибе жұмысын жүргізсек, зертханалық жұмыс. Бұл жерде бізде виртуалдық графиктер берілген. Бұл жерде бізде X-ті мәні, жылдамдықтың және үдеудің орташа мәндерін есептей берілген. Бұл виртуалдық кестеде есептеу үшін біз үдеудің орташа мәніне